Павлодарлық биолог косметикалық өнімдер желісін іске қосты. Бұл бағыттағы шағын өндіріс өңірде бұрын соңды болмаған. Бұл жас ғалым қызмет ететін жоғары оқу орнындағы табысты стартаптардың бірі екен. Отандық табиғи косметиканың алғашқы легі ішкі нарыққа шығарылды. Жас ғалыммен әріптесім Ақмарал Есімханова жүздесіп, жаңа брендпен танысып қайтты. Көрейік. Брендтің негізін қалаушы PhD докторы Туайғыров университетінің биологы Рима Валиева. Косметикалық құралдарды шығару идеясы пандемияның өршіген шағында келіпті. Сол сәтте ғалым дене және бет күтіміне қажет өнім өндірісін қолға алды. Әр косметикалық құрал авторлық рецепт бойынша әзірленеді. Қазіргі таңда нәзік жанрлардың арасында денеге арналған шайлар жоғары сұранысқа ие. Мәселен, бір шайдың құрамында лаванда, көктүкен гүлі, сонымен қатар теңізден әкелінген тұз бар. Ең бастысы барлығы табиғи әрі экологиялық таза өнімдерден әзірленген. Тағы бір өнімнің құрамында тұздың 3 бірдей түрі кездеседі. Гималай тұзы, өлі теңізден әкелінген тұз және ағылшын тұзы. Мамандардың айтуынша бұл дене терісін жасартады. Бүгінде оннан астам косметика түрі шығарылады, халықаралық сапа стандарттарына сай. В моде сейчас натуральность и естественность. Қазіргі уақытта табиғи бұйымдар сәнге айнала бастады. Жыл өткен сайын кез келген әйел көрікті келбетін сақтап қалғысы келеді. Бұл заңдылық. 100% табиғи косметика адам қолымен жасалады. Қандай да бір техника қолданылмайды. Компоненттердің барлығын шетелден әкелеміз. Мәселен, шипалы шөптер таулы Алтай өңірінен. Яғни барлығы экологиялық таза аймақтардан тасымалданады. Шағын өндірісті бастау үшін Рима Валиева университет тарапынан стартап грантына ие болған. Бизнес-инкубатор при университете. Университет жанында бизнес-инкубатор бар. Сонда студенттер кәсіп ашу мүмкіндігіне ие. Идея болса қолдау көрсетеміз. Құжат жинау, байқауларға қатысуға көмектесеміз. Қазір студенттердің 15 стартап жобасы бар. Басым бөлігі жүзеге асырылып, қаржыландырылды. Жас биолог өнім үшін халықаралық сапа сертификатын алған. Қаржыландыру болса, өндірісті автоматтандыруға да мүмкіндік бар. Сонымен қатар толыққанды зерттеу жүргізуге дерматологиялық жабдықтар қажет. Ол үшін қомақты қаражат керек. Бұл мақсатқа жету үшін мемлекеттік бағдарламаларға қатыспақ ниетте. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.